Қазақта қыздар тыңдап алыңдар. Қазақта қыздың шашын жеңгелері өрген. Қыздың шашына мынандай шашбау тағылған. Шашбауды әрі сәндік үшін, әрі мына шашбау денесін шашбаудың салмағынан тік ұстау үшін таққан. Шашбау таққан қыз сыңғырлап жүрген жерінде белгі беріп жүрген. Қатты сыңғырлатып таққан қыздарды шошаға екен, ұқыпсыз екен деп айтқан. Шашбау таққан қыз әдемі, майысып, баппен жүреді. Міне киіз үйде бұрын аталарымыз жатқан кезде шашбауын тағып, шекелігін тағып келе жатқан бозбаланы, мына сыңғырын естіп, бірден көкелеріміз, ер кісілер қыз келе жатқанын біліп, етек жеңін жинаған. Қазақта қыздар қос бұрымды, бір бұрымды деп аталады. Шашты қырықпаған, шашты ұзын қылып, қолаңса қылып өсірген. Жұқа шашты сүлебіл шаш дейміз, қалың шашты қолаңса шаш дейміз. Қызым, әрдайым шашыңды өріп, осылай жинақы жүр. Біле жүріңдер бәрінде, жарай ма? Ай, мәдем болып кетті. Қазақта о бастан қыздың қос бұрымды деп, шаш адамның қыздың көркі шаш болса, шаштың көркі шашбау болған. Мына шашбаудың салмағынан шаш бас ауырмаған, шаш жақсы өскен. Сол себепті шашбаудың айта берсек құндылықтары өте көп. Біле жүріңдер. Қызым, болды отыра ғой. Ой, жарай.